Депутат Базарбек Бақытжан Жұмабекұлы. Рахмет, Таня Мадиевна. Енді асыл тұқымды жануарларды көгерту үшін жануарлардың бастамау керек, жерден бастау керек. Оны не үшін мен өзілді кесілді айтып отырмын. Бірінші қараңыздар, құрметті жолдастар. Мынау асыл тұқымды жануарларды көгерту үшін асыл тұқымды орталықтарды ашу керек. Ол заңда нақты көрсетілген. Қажет десеңіз, заңның 8-ші бабына сәйкес асыл тұқымды орталықтарды ашу үшін оның иесі өкілетті органда тиісті құжаттамаларды тапсырады. Ал құжаттамалардың ішінде құқық куәландырады құжаттаманың ішінде. Ұрықты төменгі температурада мұздатуға, сақтауға, зертханалар, ветеринарлық тексеру орындары, карантиндік үй-жайлар, криогендік жабдықтардың орналасқан ғимараттары туралы құқық куәландыратын құжаттамаларды тапсыру керек. Егер онда құқық куәландыратын құжаттамалар болмаса, онда асыл тұқымды жаңағы үй-жайды ашуға мүмкін емес, орталықты ашу мүмкін емес. Қажет десеңіз, дистрибьюторлық орталықты ашу үшін стационарлық биохранилищенің бар жоқтығы және оның құқық куәландыратын құжаттамаларын тапсыру керек. Өкінішке орай, мынау асыл тұқымды мал шаруашылығы заңының, ол 9 шілде 22 жылы 8-ші бапта алып тастады бұрынғы депутаттарымыз. Ол бапта көп нәрсе жазылған етін. Өкінішке орай бұл нормалар жер кодексінің 43-ші, 44, 45-ші, 37-ші баптарында, 97-ші баптарында жазылмаған. Соңдан да сұрақ сізге. Бұл заң жоба аясында сіздер жер кодексінің талаптарына және асыл тұқымды мал шаруашылығының заңына кіресіздер ме, жоқ кірмейсіздер ме? Рахмет үлкен сұрағыңызға. Біз осы нақты заң жобасының аясында жер кодексіне, асыл тұқымды мал шаруашылық кодексіне кірмейміз. Тек қана осы біз айтып кеткендей селекциялық заңына кіреміз де, дәл соған және субсидиялау ережелеріне кіреміз. Депутат Базарбектің микрофонын қосыңыз. Әрине, мен толығымен қолдаймын бұл заң жоба, бұл маңызды заң жоба. Бірақ та мынау ауыл шаруашылық министрлігіне онда сұрағым, онда егер жер кодексімен асыл тұқымды мал шаруашылық туралы заңға кірмесе, ертең асыл тұқымды орталықтар мен дистрибьютор орталықтарды қалай ашасыздар? Ол жерде заңда нақты көрсетілген ғой. Ол жерде құқық куәландыратын құжат керек. Жер кодексінде ондай нормалар жоқ. Кешірім сұраймын, Бақытжан Жұмабекұлы. Біз асыл тұқымды мал шаруашылық заңына кіреміз, бірақ сіздің нақты қойып жатқан сұрақтарды ондай мәселені енгізіп жатқан жоқпыз. Соны айтып кетейін деп едім. Біз екі заңға кіреміз, асыл тұқымды мал шаруашылығына кіреміз және селекциялық заңына кіреміз, бірақ сіздің көтеріп жатқан сұрақтарын көтеріп жатқан жоқпыз. Бұндай түзетулер біздің заң жобамызда жоқ. Депутат Сүлейменова Жұлдыз Досбергенқызы. Рахмет, құрметті Дания Мадиқызы. Заң жобасын қолдаймыз, өте қажетті деп білеміз. Баршаңызға белгілі, Аманат партиясы Ұлы дала жорығы секілді осындай жобаларды ұйымдастырып, қазақы асыл тұқымды жылқыларды молайтуда, сақтауда жүйелі шараларды қабылдап келеді. Өйткені ол енді біздің ұлттық болмысымыздың нақты көрсеткіші. Менің сұрағым баяндамашыға және қаржы министрлігінің өкіліне. Жаңа айттыңыздар ғой, заң бұл селекцияға байланысты және субсидиялауға байланысты. Менің сұрағым нақты. Айдарбек Асанұлы, атап өтіңізші, жалпы мына қазақы асыл тұқымды спорт бағытындағы жылқыны сақтау үшін, генетикалық сақтау үшін ветеринарлық күтімнің нақты стандарттары осы заңда белгіленді ме? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, әрине спорттық бағыт болғандықтан халықаралық бәйгелерге қатысу үшін, осындай бір қадамдар жасау үшін нақты қанша қаражат қарастырылып отыр. Бұл жерде маркетингтік аспектіде қазақы жылқыны әлемге таныту бағытында қандай қаражат қарастырылып отыр, қандай нақты маркетингтік қадамдар болады, соған тоқталып өтсеңіздер. Рахмет. Рахмет. Егерде ветеринарлық күтімге келсек, ветеринарлық күтім ережелері барлық осы заңнан бұрын барлық талаптары орында бар. Және де біз осы нақты заң жобада ветеринарлық күтім бойынша ешқандай өзгертулерді енгізіп жатқан жоқпыз. Енді субсидиялау мәселесіне келсек, қазір біздің республикалық бюджеттік комиссия бойынша бекітілген 170 миллион теңге қаражат бөлінген.
жылына 170 миллион теңге 5 жылға осындай қаражат бөлінген. Біз өзіміз түсініп отырмыз, осы ақшаға біздің қосынай тұқымымыз бар, адай тұқымдарымыз бар, және де тағы да тіркелетін бір қатар үміткерлер бар, өзінің осы қазақ тұқымын дамытып бара жатқан. Бұған бұл ақша жетіспейді. Бірақ қазір осы жылына 170 миллионмен бастасақ, әрі қаратай, егерде осы заң енгеннен кейін, ол және де нәтижесін көрсеткеннен кейін, менің ойымша әрі қаратай өкіметке осында тағы да осы бюджетті ұлғайтуға ұсыныс көтеруге болады деп ойлаймын. Халықаралық бағыттағы байқауларды біз қарадық. Көбісі шыны керек, бұл толығымен нарықта және де нарықпен дамып бара жатқан бизнес болып бара жатыр. Себебі осындай асыл тұқымды өсіртетін және де көбейтетін мекемелердің барлығы жекеменшік, және де олар бәйгеге әрі қаратай қостырады. Бізде енді өзіміздің салт дәстүрімізге байланысты болғандықтан және де ұлттық спортымызға байланысты болғандықтан кейін, бұл енді басқа бір күтімге лайықты және керек болып көріп отырмыз. Рахмет. Қаржы министрінің өкіліне микрофонын қосыңыз. Сұрағыңызға рахмет. Жаңа мен алдында айтып өттім, қандай бағыттар бойынша жұмсалатын, және де сіздің айту бойынша маркетинг ілгерілету, басқа да халықаралық деңгейге шығу бойынша аталған бағытта шығыстар қарастырылмаған. Депутат Мукаев Даулет Төлеутайұлы. Рахмет. Менің сұрағым ауыл шаруашылық вице-министріне бағытталады. Мынау осы заң қабылданғаннан кейін жалпы тұрғой өсімін молайту нақты көрсеткіштер бар ма? Осы жылы осындай болады дейтіндей күтілетін нәтижелері осы асыл тұқымды жылқыларға байланысты. Рахмет. Шаруашылық министрінің өкіліне микрофонын қосыңыз. Рахмет сұрағыңызға, Даулет Төлеутайұлы. Негізгі жаңа баяндамашыда айтып кетті, 270-тен астам жылқы қалған. Енді жаңағы берілген субсидияға байланысты, осы ғана тіркелген жылқылардың санынан ғана біз көтере аламыз. Соған сәйкес әрбір жаңағы сырттан алып келетін жаңағы жылқыларға, соның ішінде айғырларға 30 миллионнан теңгеден ақша бөлінген. Сондықтан біз оны енді жаңа айтып жатырмыз, 600 миллион сомнан астам жаңағы біздің негізгі институттар әрмен қарай дамыту бағдарламасын жасайды деп отырмыз ғой. Соған сәйкес ағылшын породасынан, негізгі араб породасынан, дөң породасынан алып келіп қосып, айғырларды әрмен қарай өзімізде қолымызда бар аналықтардан әрмен қарай соны дамытамыз. Ол өзінің жаңағы, білесіңдер, өзінің продуктивнесі бар әр жылқының. Соған сәйкес енді көбейеді болды. Қазіргі таңда 78 бас аналық мал бар. Енді содан енді бізде әрмен қарай төле аламыз да, сондықтан әрмен қарай енді 3-4 жылда 78-ден бір бастан алған уақытта 78 басқа қосылады. Енді сол сан әрмен қарай айтып тұрмын, 78 ақ бас аналық бас қалған.